2026 жылдан бастап әкімшілік қызметке орналасу жаңа жүйе бойынша жүзеге асады. Осы видеода жаңа жүйені талқылайтын боламыз. Жаңа жүйе бойынша әкімшілік қызметке орналасатындар 4 этаптан өту керек. Біріншісі заңнаманы білуге арналған тест, екіншісі жеке қасиеттерді бағалау, орысша айтқанда ОЛК, үшіншісі бізде сандық және мәтіндік тесттер, жаңадан ойлап табылған тест ол, және де төртіншісі ол әңгімелесу, орысша айтқанда собеседование. Бірінші этап заңнаманы білуге арналған тест. Бұрынғыдай 8 заң бойынша тест тапсырмайсыздар, қазір ол 4 заңға қысқартылды. Ол жерде Конституция, мемлекеттік қызмет туралы заң, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң және әдеп кодексі. Жалпы алғанда 15 сұрақтан болады. Әдеп кодексінде 10 сұрақ болады, общий 55 сұрақ қана. Оның проходной 30 балл. Екінші этап ол жеке қасиеттерді бағалауға арналған тест. Орысша айтқанда ОЛК. Ол жерде 150 сұрақ қойылады. 100 минут беріледі және де проходной 50%. Бірақ қазіргі уақытта тек қана проходной алып шығу керек емес, ол жерден көбірек балл алып шығу керек. Өйткені белгілі бір коэффициентке көбейтіліп, ол собеседованияға тікелей әсерін береді. Үшінші этап ол бізде жаңадан ойлап табылған тесттер. 2 тесттен тұрады. Біріншісі мәтіндік тесттер 25 сұрақ қойылады, және екіншісі ол сандық тесттер. Ол жерде тоже 25 сұрақтан қойылады. Мәтіндік тестте үлкен көлемді сұрақ қойылады, тұжырымдама ретінде беріледі, және оның қорытындысы болады. Сіздердің мақсаттарыңыз берілген тұжырымдама және оның қорытындысы қаншалықты сәйкес келеді, соны анықтайсыздар. Екінші сандық тест, ол жерде кәдімгідей есептейсіздер. Үлес салмағын есептейсіздер, процент есептейсіздер. Общий алғанда 50 сұрақ қойылады, соның қаншалықты көп аласыздар, соншалықты тоже коэффициентке көбейтіліп, собеседованияға әсерін береді. Төртінші этап және де ең маңызды этап ол бізде әңгімелесу, орысша айтқанда собеседование. Ол үшін жеке қасиеттерді бағалау тестінен, сандық және мәтіндік тесттен максимально алуға тырысыңыздар. Өйткені алған балдарыңыз белгілі бір коэффициентке көбейтіледі. Және де ең көп жинаған 3 адам ғана собеседованияға қатыса алады. Собеседование кезінде сіздер тапсырып отқан лауазымға байланысты сұрақтар қойылады, және жалпылама мемлекеттік қызметке байланысты сұрақтар қойылатын болады. Және де ең маңызды нәрсе, барлық этапты сіздер еш жаққа бармай үйде отырып тапсырасыздар. Өйткені оның барлығы онлайн түрде өтеді. Ол үшін e-қызмет.gov.kz-ге кіресіздер, ECP арқылы регистрация жасайсыздар да, тестке жазыласыздар. Ноутбук керек немесе компьютер керек. Компьютерде обязательно веб-камера болу керек. Өйткені сіздер камера мен микрофонға доступ рұқсат бересіздер. Одан кейін прокторинг системасы болады. Қимыл іс-әрекеттеріңіз, болмаса артық дыбыстардың барлығы нарушение ретінде жазылады. Сол үшін адам болмау керек, тыныш жерде тапсырғандарыңыз дұрыс болады.